Құрметті Қарағанды облыста тұрғындары, ағымдағы жылды 15 сәуіріне сәйкес Қарағанды облысында коронавирус инфекцияның 80 астам оқиғасы тіркелді. Коронавирус инфекция бойынша эпидемиологиялық ахуалды ескеп отырып, аурудың облыста одан әрі таралуын болдырмау мақсатында келесі іс-шараларды қабылдауды қажет деп санаймын. Ағымдағы жылы 18 сәуірде сағат 00-ден бастап барлық облыс аумағында күшейтілген шектеу шаралары енгізіліп, барлық аудандар және қалалар арасында тосқауыл бекеттері қамтамасыз етіледі. Құрметті Қарағанды облысының тұрғындары, 2020 жылы 18 сәуірде сағат 00-ден бастап Қарағанды, Абай, Саран, Теміртау, Шахтинск қалаларында, сондай-ақ Бұқар-Жырау ауданының Доскей, Үштөбе, Көкпекті, Ботақара, Ғабиден Мұстафин атындағы және Петровка елді мекендерінде жұмыс орнынан берілген қағаз анықтама жарапсыз болатынын хабарлаймыз. Өткізу жүйесі электронды түрде жұмыс істейтін болады. Рұқсаттама, өтінімді толтыру және сіздің кәсіпорын карантин режимінде жұмыс істеуге рұқсаты бар ма деген сұрақтарға ақпаратты пропуск.kz сайтынан қарауға болады. Өтінішті тек жұмыс беруші және тек онлайн режимде беруі қажет. Назар аударыңыз. Әкімдіктер, директерге өзгеріс енгізуге құқылы. Егер кәсіпорынның қызметі қабылданған нормалармен реттелмеген жағдайда берілген өтінім қабылданбайды. Бұл іс-шара карантиндік режимді бұзу және жарамсыз анықтамалар ұсыну фактілерінің тіркелуіне орай тұрғындардың жүріп тұруын азайтуға бағытталған. Электрондық базаны енгізу арқылы қауіпті вирустың таралуына жол бермеу шаралары күшейтіледі. Ескерту: рұқсаттамалар мен арнайы рұқсат қағаздар берілмейді. Тек электрондық база жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар, электрондық деректер қоры бойынша қосымша сұрақтарға 109 нөміріне қоңырау шалып, жауап алуға болады. Қарағанды облысының басқа қалалары мен аудандарында электрондық базаны енгізу кезең-кезеңмен жүргізілетін болатынын хабарлаймыз. Әзірге жұмыс орнынан берілген қағаз анықтамалар жарамды. Қазіргі таңда облыс аумағында коронавирустық инфекцияның таралуын барынша азайту мақсатында 24 карантиндік блок бекет жұмыс жасайды. Олардың міндеттері елді мекендерге кіру және шығуға бақылауды жүзеге асыру болып табылады. Азаматтардың қоғамдық орындарда және көшелерде бейсауат жүруіне жол бермеу үшін полиция күштерінің патрульдеуі жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта төтенше жағдай режимін бұзған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабының сәйкес 260 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 109 адамға айыппұл салынып, 109 адам әкімшілік қамауға алынып, ал қалғандарына ескерту жасалды. Коронавирус эпидемиясы туралы көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін 10 қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274 бабына сәйкес халықтың денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сіздерден төтенше жағдай режимін сақтауды сұраймыз. Анықтама түрде айтар болсақ, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабы ескерту жасауға немесе 10 есептік айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл не 15 тәулікке дейінгі әкімшілік қамауға алуға алынады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274 бабы 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Мекен-жай шегінен тыс жүрген азаматтарға өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс. Ол болмаған жағдайда полиция қызметкерлері жеке басын сонымен қатар азаматтардың көшеде немесе қоғамдық орындарда жүру заңдылығын анықтау үшін жақын орналасқан полиция бөліміне жеткізуге құқылы. Сіздерді құқықтық тәртіпті сақтауға, белгіленген тыйым салынған және шектелген шараларды орындауға, сонымен қатар құқық қорғау органдары қызметінің жұмысына түсінікпен қарауға шақырамыз.